Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында өте қарапайым мантының рецептін ұсынамын. Езілмейтін, жыртылмайтын және де сочный болып шығатын мантының қыр-сырларын білгілеріңіз келсе, осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге бір жұмыртқа қажет болады және 200 мл су, оның үстінен 1,5 ас қасық тұз қосамыз. Тұзды өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Жақсылап қасықтың көмегімен жұмыртқамызды біріктіріп араластырамыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнды саламыз. Ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан мен описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерде көрінген ұнды қолданыңыздар. Егер қажет болып жатса, тағы да қосып қолдансаңыздар болады. Осылай қолымызбен қамыр илеп аламыз. Міне, осылай басқанда қамырымыз орташа жұмсақтықта болып иленеді. Қатты емес және де жұмсақ емес, орташа болып иленуі қажет. Міне осылай қамырымызды аламыз, екі бөлікке бөліп, яғни екі зуала жасап аламыз. Міне видеодағыдай жасаңыздар. Қолымызбен біріктіріп, ыдысқа салып қоямыз. Менде осы екі зуала шықты. Егер де сіздерге көп қажет болса, суын көбейтіп қосып жасасаңыздар болады. Міне екі зуаламызды ыдысқа салып, қақпағын жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Арасына қосатын салмасын дайындаймыз. Салмасына бірінші кезекте пиязымызды майдалап турап аламыз. Міне видеодағыдай етіп тураңыздар. Егер пияздарыңыз ірі болып тураланса, ол қамырымызды тесіп және әдемі көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан пиязымызды майдалап тураймыз. Пияз көбірек қоссаңыздар, мантыларыңыз сочный болып шығады. Мен тартылған етке сиырдың етін қолдандым. Сиырдың, яғни төс етін қолдансаңыздар, өте дәмді болып шығады. Менің кеңесіммен жасап көріңіздер. Картоп тураймыз. Картопты осылай дөңгелек бөліктерге бөліп аламыз және де майдалап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Видеодағыдай жасаңыздар. Картоп қоспасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша салмасын жасай берсеңіздер болады. Картопымызды осылай майдалап тураймыз міндетті түрде, немесе үккіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Турап алған картопымызды да жаңағы тартылған етіміздің, пиязымыздың қасына саламыз. Барлығын үлкен ыдысқа саламыз, араластыруға ыңғайлы болу үшін. Оның үстінен тұз саламыз және бұрыш саламыз. Мен зира қосып жердім. Міндетті емес ол, бірақ зира қоссаңыздар дәмді болып шығады. Зира ұнамайтын адамдар да болады, сондықтан қоспауға болады. Осылай жақсылап қолымыздың көмегімен барлығы біріккенше араластырамыз. Тұзымыз бен бұрышымыз сіңуі қажет. Міне осылай салмамыз дайындап алып, бір зуаланы аламыз. Қамыр жаятын жерге кішкене ұн сеуіп, зуаламызды қойып, міне оқтаумен жаямыз. Алдымен қамырды видеодағыдай кезек-кезекпен дөңгелете отыра жаямыз. Қамырымызды қатты баспаймыз. Оқтауды дөңгелетсеңіздер өзі жайылады. Міне осылай дөңгелек қамыр жайып алып, ортасын қатты баспаймыз. Тек қана қолымызды жүргізіп өтсеңіздер, қамырымыз өзі үлкен болып жайылады. Міне дайындап алған қамырымызды осылай видеодағыдай жасаңыздар. Менің каналыма жазылып, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттермен қуантатын боламын. Қамырымызды пышақтың көмегімен мантының формасына келтіріп кесіп аламыз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Мен алдыңғы жасап жүрген рецепттерден қарағанда осы рецепт қатты ұнады. Енді ылғи осы рецептпен жасайтын боламын. Міндетті түрде сіздерде жасап, комментарияда бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы мен жазып қойған описаниедағы керек заттар бойынша жасасаңыздар, қамырларыңызда және салмаларыңызда, мантыларыңызда өте дәмді, сочный болып шығады. Міне қамырымыз осындай жұқалықта жайылуы қажет. Қамырларымызды бөлек қойып аламыз, салмасын саламыз. Салмасын мен 1 ас қасық салдым. Қалауларыңызша аз салсаңыздар болады, немесе көп салсаңыздар болады. Осылай барлығына салмасын салып алғаннан кейін, міне видеодағыдай етіп, жақсылап түйіп аламыз, бір-біріне біріктіреміз. Міне өте әдемі болады. Жасап көріңіздер.
Барлығын түйіп алғаннан кейін мантоварканы аламыз, листісін алып, осылай астын майлап аламыз. Көп майлаудың қажеті жоқ, кішкене ғана майлап шықсаңыздар болады. Түйіп алған мантымызды дөңгелектеп орналастырып шығамыз. Міне барлығын орналастырып алғаннан кейін үстінен май жағамыз. Майды көп жағудың қажеті жоқ, өйткені мантыларымыз майлы болып кетеді. Сондықтан аз ғана майлаймыз. 45 минут буда пісіріп аламыз. Мантымыз осылай әдемі болып пісіп шығады. Қараңыздаршы, қалай әдемі болып тұрғанын. Тәбетті ашарлық болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі сочный болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.